Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Досжан оқырман қауымға шынайы прозасымен етене таныс. Жазушының қаламынан туған шығармалары кез келген жанға ой салады. Оның әрбір шығармасы адамдықтың алтын діңгегі, адамгершілік екенін насихаттайды. Оқырманға ұсынып отырған «Қасірет пен тағдыр» романы да халқымыздың басынан қайғы салған Семей полигоны мен одан келген зардап пен зауал жайлы. Полигон зардабын тартқан қасіретті ананың зарын, оған қарсы шыққан қайсар ананың өр рухын бейнелейді. «Қасірет пен тағдырдың» жалғасы «Үзілмеген үміт» деп аталады. Үзілмеген үміт Қазақстан аумағында атом бомбасын сынақтан өткізіп, ауа мен топырақты былғаған, қара ертістің мөлдірін улаған, ұлт саулығына нұқсан келтірген коммунистік жүйе. Адам тағдырын табан астына салған атом технологиясына ұмтылған, беймаза ғасырға келген індет жайындағы «Қасірет пен тағдыр» романының екінші кітабы. Бұл кітапта бас кейіпкер аяулымның ұлы сұңқар ер жетіп, өз тағдыр жолында маңдайына жазылған арманы мен қиындықтарын бір кісідей көре келе, сізді де өз оқиғаларының арасына ілестіре жөнеледі. Оқырманы әрбір шығармасын асыға күтетін жазушы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Досжанның бұл романы да психологиялық шым-шытырық оқиғаларымен, мистикалық ғажайыптарымен жан дүниеңізді бей-жай қалдырмайды.